Оқушыларға кәсіп таңдауды мектеп қабырғасынан машықтандыру керек. Шымкенттік ұстаздар мен кәсіпкерлер палатасының мамандары бірлесіп, кәсіптік білімді дамыту тұрғысында семинар өткізді. Жиынның басты қонағы оқушылар болды. Еліміз саусағынан балтамған мамандарға зәру. Заңгер, банк қызметкері, экономистер жетіп артылса, темір ұстасы, дәнекерлеуші, шеберлер алтыннан қымбат. Тіпті жұмыс берушілер техникалық лицейлердің түлектерін кезекке тұрып күтетін көрінеді. Ал шаһар шенеуніктері бұл мәселені шешудің оңтайлы тұсын ойластырды. Совместно с палатой предпринимателей у нас был разработан план еще с прошлого года. Кәсіпкерлік палатасымен бірлесе отырып, өткен жылы жоспар бекіткен болатынбыз. Мақсат балғындарға дұрыс жол сілтеу, яғни қоғамға қажетті мамандықтарды оқыта отырып. Аталған семинар сынамалы жоба ретінде өткізілді. Шаһардағы колледж өкілдері мектеп оқушыларына жарнамалап, тиімді тұстарын тізе кетті. Алдағы уақытта кәсіптік білім мектеп қабырғаларында да ашылмақ. Осындай кәсіптік бағдар беру комитеттерін ашудың басты мақсаты болып, бұл оқушылар ертеңгі күннің кадрлық резерві болып табылады. Бұл кадрлық резервті дамыту, білім сапасын дамыту бойынша жұмыстарды осы мектептерден жүргізу керектігін біз ескеріп отырмыз. Ұстаздар мен кәсіпкерлер бірлесіп кәсіптік бағдарлы бөлме ашып оңтайлы етпек. Осының арқасында бұл салаға қызыққандар қатар артпақ. Таңшолпан Шамбай, Талғат Қырғызалиев, Дастан Баширов, ТВК телеарнасы.